Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Бүгінгі көңіл күйлерің қандай? Тамаша, жақсы. Жақсы, керемет, Олай болса, біз тамаша керемет көңіл күйімізбен бүгінгі күнімізді бастайық, балалар? Олай болса, мен сендерге бүгін көктем көрінісінің суреттерін таратып беретін боламын. Аламыз. Музыка әуені қосылған кезде достарымызбен жұптасамыз. Қазір мен сендерге, балалар, көктем сөзін айтамын, сендер ары қарай қолдарыңдағы бейнені жалғастыратын боласыңдар айтып. Ал кетті, көктемде Сәндікте оянады. дұрыс, көктемде аспан ашық болады. дұрыс айтасың. Көктемде сүтке шығады. Дұрыс, жарайсың. Көктемде бәйшешек суады. Балалар, бізге не ұшып келді деп ойлайсыңдар? Ұшақ ұшып кетті. Ұшақпен бірге бізге хат жолданыпты. Сәлем, балалар. Мен құрылысшы боламын. Сендерді құрылыс алаңына шақырамын. Сендерге арнайы ойындары бар қорап беріп жібердім. Ол қорап топтағы кір жуатын материалдың ішіне жасырып кеттім дейді. Іздеп табамыз ба? Иә. Қалай болса? Қорапта бізге мынадай жол картасы беріліпті. Жол картасында қайда бағыт баратынымызды көрсетілген екен. Бізге ең бірінші жол картасында ненің суреті? Автобустың суреті. Демек, біз автобусқа мініп жолға шығады екенбіз құрылыс алаңына, Олай болса, автобусқа мінбес бұрын біз билет алуымыз керекпіз. Кубикті лақтыру арқылы өзіміздің билетімізді алатын боламыз. Лақтыра ғой. Билетімді ала ғой әне жерден. Мойнымызға тағамыз. Мұхаммед, ала ғой. Билетімді ала ғой. Кел. Ал балалар, билеттеріміз арқылы орнымызға отырып алсақ, автобуста күнімізді көңілді өткізу үшін әуен арқылы билеп алайық. Біз Талдасамның сары түсіне тоқтадық. Не істейміз? Дайындалып, орындықта жайғасып отырып аламыз. Ал қай түсі жанды Бағдаршамның? Жасыл түсі жанды. Ал кеттік, дайындаламыз, кеттік, жолға шығамыз. Бағдаршамның қызыл түсі жанды. Біз не істейміз? Тоқтаймыз. Олай болса, бағдаршамдағы қызыл түсі жанған кезде уақытымызды тиімді пайдалану үшін мен сендерге математикалық жұмбақ жасырғым келеді. Балалар, айтыңдаршы, сиырдың неше мүйізі бар? 2 мүйізі бар. Дұрыс айтасыңдар. Күннің бейнесі қандай пішінге ұқсайды? Шеңбер, дұрыс айтасыңдар. Ал олай болса, бағдаршамның жасыл түсі жанды. Кеттік, жолға шығамыз. Ал балалар, біз құрылыс алаңында жеткен секілдіміз. Олай болса, кезекпен автобустан түсейік. Балалар, біз құрылыс алаңына да келіп жеткен сияқтымыз. Ал картамызды ашып көрейік. Енді біз қайда баратынымызды. Картада не берілген? Қала. Дұрыс, биік-биік ғимараттар берілген екен. Балалар, сендер биік-биік ғимараттар құрастырғыларың келе ме? Құрастырғылар келеді. Олай болса, біз сандарды, пішіндерді білуіміз керек екен. Мойнымыздағы белгілер, билеттеріміз арқылы топтарға бөлінеміз. Пішіндер тобы мен сандар тобы болып бөлініп алса, мен сендерге ойын шартын түсіндіріп өтейін. Бізде пішіндері бар, карточка берілген. Осы пішіндерді мына бос карточкаға тізбектеу арқылы жалғастыратын боламыз. Кәне ойын жұмысты бастаймыз.
Ал сандар тобы бізге Монтессори материалынан бодыр кедір сандары берілген. Осы сандарды жазамыз және құрамын анықтайтын боламыз. Ал бастаймыз. Айсен, айта қойшы, мынау қандай пішін? Үш бұрыш. Ал мынау қандай пішін? Шаршы. Ал мынау? Шеңбер. Дұрыс айтасың. Сен неше санын жаздың, Мирас? 3 санын жаздың. Гүлсезім, сен неше санын жаздың? 5 санын. Айсұлу, сен неше санын жаздың? 2 санын. Біз сандар мен пішіндерді біліп алсақ, картамызға назар аударайық. Қараңдаршы, картада не берілген бізге? Кран. Не берілген? Кран берілген. Олай болса, біз өзіміздің қиялымыздағы үйімізді құрастырып алайық, кеттік. Құрылыс алаңының дәл ортасына келген секілдіміз. Біз өзіміздің қиялымыздағы әдемі үйлерімізді құрастырып жасап алайық, балалар? Олай болса, пішіндер тобы түрлі түсті пішіндерден өзіміздің үйімізді жасап алайық. Ал сандар тобы мына көбіктегі пішіндерді санай отырып, үйдің қабаттарын анықтайтын боламыз. Ал жұмысты бастаймыз. Жарайсыңдар, балалар. Біз ғимараттардың қабаттарын анықтап алдық. Айсұлу, кәне айта қойшы. Ғимараттардың қабатын санап берші маған. 1, 2, 3, 4, 5. Ал енді осы қабатты кері санап берші маған. 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсыңдар, балалар. Ал пішіндер тобы айтыңдаршы. Сендер пішіндерден не құрастырдыңдар? Үй құрастырдың, жарайсың. Қантөре, сен не құрастырдың? Болт жасапты, дұрыс айтасың. Құрылыс алаңындағы өзіміздің әдемі үйлерімізді құрастырып алсақ, ендеше автобусымызға мініп, үйімізге қайтайық. Бағдаршамның сары түсі жанды дайындалып отырып алайық автобусымызға. Ал жасыл түсі жанды кеттік, жолға шығамыз. Балалар, біз қайда саяхатқа бардық? Құрылыс алаңына. Құрылыс алаңына біз неше қабатты үйлерді көрдік? Неше қабатты үйлерді көрдік? 3 қабатты үйлерді көрдік. Сосын неше қабатты? 4 қабатты үйлерді көрдік. 5 қабатты. 1 қабатты үйлерді көрдік. Дұрыс айтасыңдар. Ішіндері үй құрастырдық. Шаршы және 3 бұрыш. Дұрыс айтасыңдар. Міне біз тобымызға да келіп жеттік. Бүгінгі оқу қызметіне өте жақсы қатыстыңдар. Көптен көп рахмет сендерге.